Айдананың қуыршағы 9 бөлім. Айдана, қорқынышты түс көрдің бе деді әйнектің ар жағынан қуыршақ. Өң мен түстің ортасында тұрған қыз, сенің балаңның ішінен де ақ тас шықты деді. Менің баламда жеңілдеп бір рахаттанып қалған болды-ау деді ана байғұс. Айдана қуыршағына не айтарын білмей сыңсып жылай бастады. Саған не болды, Айдана, деді қуыршақ. Ол үлкен. Менің оған жалғыз әлім келмейді. Жүрші, екеуміз оны суға итеріп жеткізейік. Жүр деген ана қуыршақ қуанып кетті. Қыз қуыршағын бауырына қысқан күйі есік алдына шықты. Есік алды көк кеңбек теңіз еді. Суға жүзіп үйреніп қалған Айдана қорықпастан суға қойып кетті. Балықша жүзіп, арғы жағаға тез жетті. Түрлері қап-қара, бойлары қысқа, екі адам қайықты сүйретіп жағаға жетіп қалған екен. Әй деген Айдана! Әлгі екеуі Айдананы көріп, қайықтарын тастай қашты. Қайықты көрген қуыршақ Айдананың қолынан суырылып түсіп, балам деп жабыса кетті. Айдана түсінбей қалды. Айдана, міне, мынау менің балам деп қайықты Айданамен таныстырды. Айдана не айтарын білмеді. Кенет қиқа-жиқа үйлері бар ауыл жақтан қатты шу шықты. Жалт қараған Айдана қолына адамның басындай дәу ақ тасты қыса ұстап алып, қиқулай қуып келе жатқан қысқа бойлы адамдардан жан ұшыра қашып келе жатқан әкесін көрді. Дереу қуыршағын көтеріп алып, әке, бері қарай жүгір, бері қарай деп қол бұлғады. Айдананы көрген әкесі тура тартты. Сол екпінімен қызын іле кеткен әкесі суға күмп ете берді. Суды сүзе жүзіп барды да, жүзісін азайтып, су бетіне көз тікті. Судың ішінде жүріп, бетіне қарасаң, арғы жағында адамдар бір тәттіге құжынаған шыбын секілді көрінеді екен. Құжынаған шыбындай болып көрінген қуыршақтың дәу баласын қайық етіп мініп алып, өз әкесін қуған адамдар еді. Менің балам қалып кетті, деді қуыршақ қас пен көздің арасында. Не болғанын түсінбей қалып, ол жаққа қайтып баруға болмайды, деді әкесі. Сендер бармасаңдар бармай-ақ қойыңдар, мен барып баламды құтқарамын, деді қуыршақ. Мен қуыршағыма көмектесемін, деді. Деп қасарысты қызы да. Әкесі амалсыз қуыршақтың баласын құтқаруға келісті. Ол адам басындай үлкен ақтасын құшағына қысқан күйі кері қарай жүзді. Су бетіне жақындағанда бір күлімсі сезді. Жағаға шыққанда шынымен де шыбын секілді, бірақ баудай қырылған адамдарды көрді. Айнала қаптаған қар адам. Арасында бір тірі қалғаны жоқ. Кенет бір адам шұбырлағандай болды. Жетіп барған Айдананың әкесі, сендерді кім қырып кетті, деді. Сенің қолыңдағы дәу ақ тастан айырылдың деп, әмірші біздің бірімізді қалдырмай қырып тастауға бұйрық берді, деді. Әміршің қайда, деді Айдананың әкесін ашу қысып. Әне, ақ тасты іздеп барады, деді де сұлқ ете қалды. Қараса, алыста, көз ұшында қызының қуыршағының алып баласын қайық етіп мінген әмірші жүзіп барады екен. Кеттік, қызым, қуыршағыңды ал. Әмірші сымақты ұстап алайық,
деген әкесі суға сүңгіп кетті. Олар ұзақ жүзді. Су ішімен қарайған қайық сұлбасын іздеп жосып келеді. Кенет алыстан қарайған нәрсе көрінді де, олар тура тартты. Жетіп барып су бетіне көтерілгенде, Айдананың жатын бөлмесіндегі аквариум ішінен бір-ақ шықты. Олардың қарайған нәрсе деп соншама ізінен қалмай жүзгендері аквариум ішіндегі суының бетіне түсіп кеткен шыбын болып шықты. «Эх, құтылып кетті-ау», деді әкесі аквариум ернегінде отырып. «Балам», деп аңырады қуыршақ. «Бүгінге осы да жетер, ертең іздеуге қайта шығамыз», деді Айдананың әкесі, адам басындай дәу тасын құшақтап. 9 бөлімнің соңы, жалғасы бар.